Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы қарындасым билейді. Жаңа сөздер: би, моншақ, сахна, қимыл. Жіктік жалғауы бірінші жақта мен билеймін, екінші жақта сен билейсің. Сыпайы түрде сіз билейсіз, үшінші жақта ол билейді. Оқылым айтылым бойынша тапсырманы мұқият оқиық. Би, моншақ, қимыл. Тыңдалым айтылым бойынша бірінші тапсырма: диалогты тыңда, саған кімнің пікірі ұнайды? Саша, сен нені жақсы көресің? Мен билегенді жақсы көремін. Неге? Билегенде неше түрлі қимылдар жасауға болады. Ал сен нені жақсы көресің? Мен сурет салғанды жақсы көремін. Пікір. Маған Сашаның пікірі ұнады. Себебі би билегенде беші түрлі қимыл жасайды. Би билеу денсаулыққа пайдалы. Оқылым айтылым бойынша екінші тапсырма: мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оның көйлегі қызыл. Ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Сұрақтар: Гүлсая неге қатысады? Жауабы: Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Оның көйлегі қандай? Оның көйлегі қызыл. Гүлсаяда не бар? Гүлсаяда әдемі моншақ бар. Ол кіммен билейді? Ол достарымен билейді. Жазылым бойынша екінші тапсырма: сөздерге қосымшалар жалғап сөйлем құра. Оқушылар, экранда сіздерге белгілі сөздер берілген, сол сөздермен сөйлем құрауымыз қажет. Бірінші сөйлем: қарындасым би үйірмесіне қатысады. Екінші сөйлем: Гүлсаяда әдемі моншақ бар. Айтылым бойынша үшінші тапсырма: диалогты толықтырыңдар. Оның қарындасының аты кім? Оның қарындасының аты Гүлсая. Оның моншағы қандай? Оның моншағы әдемі. Оның қызыл көйлегі бар ма? Иә, оның қызыл көйлегі бар. Олар қайда билейді? Олар сахнада билейді. Жазылым бойынша төртінші тапсырма: суреттер бойынша сөйлемдер құрап жаз. Айнұр концертте ән айтты. Гүлсая достарымен сахнада би биледі. Әнел гүлдің суретін салды. Кел жаттайық. Аппақ көйлек киемін, қос етегі бүрмелі, кестелеген жиегін кең даланың гүлдері. Оразақын Асқар. Есте сақта: мен билеймін, биші болғым келеді. Менің әдемі моншағым бар. Ол сахнада билейді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.